Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз 1 сынып 97 сабақты өтеміз. Есептер шығару және шамалар тақырыбы. Бірінші тапсырма, балалар арқан тарту ойынына ойнады. Неше сөзімен сұрақтар құрастыр, сурет және қысқаша жазылу бойынша есептер құрастыр. Олардың біреуін шығар. Бұл жерде бізде ойын сайысына, арқан тарту сайысына неше ұлдар саны 5 және қыздар саны 6 болды. Сонда барлығы бізде неше бала қатысты десек болады. Сол кезде бізде ұлдар мен қыздар санын қосамыз, ол 11-ге тең болады. Бұл бізде мына жерде біріншісін таңдап шығардық. Жауабы барлығы 11 бала қатысты. Келесі арқан тарту сайысына ұлдар саны 5, қыздар саны белгісіз, бірақ осы ұлдар санына қарағанда біреу артық қыздар қатысты. Сонда барлығы 11 бала қатысқан. Бұл жерден қыздар санын табу керек. Ол үшін 5-ке 1-ді қосамыз, 6-ға тең болады. Қыздар саны 6-ға тең. Демек, арқан тарту сайысына 6 қыз қатысты. Келесі тапсырма салыстыр. 70 сантиметрге 30 сантиметрді қосамыз, 100 сантиметр. Бұл 90 сантиметрден үлкен болады. Келесі 100 сантиметрден 20 сантиметрді азайтамыз, 90 сантиметр. Бұл 70 сантиметрдан үлкен. Келесі 90 килограмм, 100 килограммнан 10 килограммды азайтсақ, 90 килограмм, екеуі тең. Келесі 50 килограмм және 80 килограммнан 30 килограммды азайтсақ, 50 килограмм, екеуі тең болады. 30 минутқа 20 минутты қосамыз, 50 минут, 1 сағатта бізде 60 минут бар. Сонда үлкені 1 сағат болады, яғни 60 минут үлкен. Келесі 50 минутқа 10 минутты қосамыз, 60 минут, 1 сағатта 60 минут бар. Сонда екеуі тең болады, минуттар саны. Келесі тапсырма, кесте бойынша өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап. Бірінші кестеде қосылғыш қосындының мәнін табу керек. Екі қосылғыштарды қосамыз, 80-ге 10-ды қосамыз, 90 қосындының мәні. Келесі 30-ға 40-ды қосамыз, 70 қосындының мәні. 10-ға 40-ды қоссақ, 50 қосындының мәні болады. Келесі кестеде бізде азайтқыш, азайтқыш. Айырманың мәнін табу керек. Азайғыштан азайтқышты азайтамыз, сонда 90-ға тең болады. Келесі 80-нен 20-ны азайтамыз, 60, 50-ден 30-ды азайтамыз, 20-ға тең. Келесі тапсырма, жолақтарды өлше, теңдіктер мен теңсіздіктер құрастыр. Бұл жерде сұр түсті кесіндіміз бізде 3 см, жасыл түсті 5 см, және сары түсті 4 см, көк түсті 6 см. Сонда бізде теңсіздіктер құрастырсақ, 4 см 6 см-ден қысқа, 5 см 3 см-ден үлкен, 6 см-ден 3 см-ді азайтсақ 3 см, бұл 3 см мен екеуі тең болады. Келесі тапсырма, Нұрдос Бауыржаннан биік, бірақ Сырымнан аласа. Қайрат Дарханнан биік, бірақ Нұрдостан аласа. Дархан ең аласасы емес, балалардың есімдерін бойлары бойынша ата. Бойлары жолақтар мен белгіленген деп тұр. Яғни Нұрдос Бауыржаннан биік деп тұр. Нұрдос Бауыржаннан биік, яғни бұл жерде Нұрдос үлкен. Келесі, бірақ Сырымнан аласа екен. Осы Нұрдос Сырымнан аласа, яғни бұл жерде Нұрдос аласа, бұл жерде ең үлкені Сырым болып тұр. Келесі, Қайрат Дарханнан биік, яғни Қайрат Дархан болатын болса, Қайрат Дарханнан биік, Дарханнан биік, демек Қайрат биік. Келесі, бірақ Нұрдостан аласа. Қайрат Нұрдостан аласа. Нұрдос үлкен болып тұр бұл жерде. Келесі, Дархан ең аласасы емес. Бұл жерде ең аласасы емес болып тұр, Дархан шынымен де. Келесі, балалардың есімдерін бойлары бойынша ата. Бұл жерде ең қысқасы бізде сонда Сырым болып тұр. Ең үлкені Сырым, яғни Нұрдостан да үлкен. Келесі, Нұрдос, екінші биігі Нұрдос. Келесі, Қайрат. Келесі бізде Дархан, яғни ең аласасы емес деп тұр, сондықтан ол төртінші. Келесі, Бауыржан, ең қысқасы Бауыржан екен. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар.